Сәлем достар, баршаңызға сіздермен мен Райхан, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздермен ерекше керемет болып дайындалатын кешкі астың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар, сіздерге 100% ұнайтынына сенімдімін. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Картоптарымызды алып, үкіштен өткізіп аламыз. Картоптарымыздың барлығын толықты үкіштен өткізіп болған соң, қолымызбен осылай қысып-қысып, суынан ажыратып, сығып, бөлек ыдысқа салып аламыз. Себебі бізге суының қажеті жоқ. Суын төгіп тастаймыз. Енді картопымыздың үстіне 2 жұмыртқамызды, одан соң дәміне қарай қарабұрыш және тұзымызды салып, содан соң петрушканы турап, жақсылап майдалап, ең соңында ірімшігімізді, яғни сырды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын толықтай жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, енді табамызды дайындаймыз. Табамыздың үстіне фольга немесе де пищевой қағазды салып қойсаңыздар болады. Енді үстіне салмамызды салып аламыз. Тегістеп барлығын жайып шығамыз. Табаның көлемі маңызды емес. Егер табаңыз кішкентай болса да, бола береді. Картопты рулетіміз кішкене қалыңдау болып шығады. Осылай толықтай барлығын тегістеп болған соң, қызып тұрған печкамызға 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Енді ортасының салмасын дайындаймыз. 2 пиязымызды жақсылап майдалап турап аламыз. Пиязымызды майдалап болған соң, үкіштің көмегімен сәбізімізді өткізіп аламыз. Неке, толықтай барлығын өткізіп алдық. Енді қызып тұрған табамыздың үстіне сұйық майымызды құйып, содан соң өткізілген етімізді, яғни фаршты салып, жақсылап қуырып аламыз. Үстіне дәміне қарай тұзымызды саламыз. 1 шай қасық салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, 5 минуттай уақыттың ішінде араластырып қуырып аламыз. 5 минут уақыт өткен соң, жақсылап өздеріңіз видеода көріп тұрғандай қуырылған соң, үстіне пиязымызды саламыз да, және тағы жақсылап араластырып, 5 минуттай қуырып аламыз. Одан соң үстіне сәбізімізді салып, 2 минуттай уақыт аралығында жақсылап араластырып қуырып аламыз. Одан соң өз қалауларыңызбен көк пияз салсаңыздар да болады. Және тағы жақсылап араластырып, үстіне енді томатный паста немесе қолдан жасалған томат салсаңыздар да болады. Мен осы жолы қолдан жасалған томат салдым. Енді үстіне 1 стакан суымызды құйып, жақсылап араластырып, біршама уақытқа бетін жауып қайнатып аламыз. Мінеке, барлығы пісіп шықты. Енді үстіне ыссы күйінде саламыз да, бір тегіс қылып жайып шығамыз. Бір тегіс қылып жайып шыққаннан соң,
бір шеттен алып орап шығамыз. Ысы күйінде дайындай берсеңіздер де болады, ешнеңке қылмайды. Осылай толықтай барлығын рулет қылып орап аламыз. Мінекей осылай орап аламыз. Орап болғанымыздан соң үстіне аздап петрушка және сыр сеуіп шығамыз. Толықтай барлығын сеуіп болғанымыздан соң және печкамызға 180 градуста 15 минутқа салып пісіріп аламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай әп-әдемі болып, ерекше болып пісіп шықты толықтай. Мінекей кесіп алдық, өздеріңіз көріп тұрғандай ортасы да, салмасы да барлығы ойдағыдай пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және де үй ішіңіздегілерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып және комментарий қалдырыңыздар, себебі алдағы уақытта мен сіздермен керемет рецепттермен бөлісетін боламын.